Сәлем қыздар, бүгінгі сабағымызда носки кигісі келмейтін балаларға арнап мультфильм кейіпкеріндегі миньоналарды тоқимыз. Мастер-класстар ұнап жатса, подписка, лайк қойып кетулеріңізді сұраймын. Сабаққа қажетті заттар: 3 түсті жіп, көк, қара, сары. Одан кейін номері 4-ші спицы. Спицадан 4 қажет болады. Фетр, ақ фетр керек болады. Фетр болмаса, крючокпен, ақ жіппен домалақ қып тоқып алсаңыздар болады. Мынандай көзден 4-еу. Бұндай көздер швейный отделдарда сатады. Сондай жерден қарап көрсеңіздер болады. Осы көздерді жабыстыру үшін клей пистолет керек болады. Ал бастаймыз. 2 жіппен тоқимын, өйткені носкиміз жылы болу үшін. Сол бір жіптің ішінен екінші ұшын шығарамын да, сол 2 жіпті біріктіріп тоқимыз. 32 жіпті 3 спицеге бөліп аламыз да, былай теріп аламыз. Қазір осының бәрін біріктіріп, круговой етіп тоқимыз. 32 жібіміз теріп алдық. Енді мына видеода көрсеткендей бұлай біріктіреміз. Сонда круговой болады. Айналып тоқи береміз. Енді осыны бір оң, бір теріс қылып резинка тоқимыз. Мұнда мен 8 қатар тоқимын резинкадан. Сегіз қатарымыз тоқып алдық. Неге? Енді өкшесін шығарамыз. Ол үшін мына спицадағы 10 жіпті қалдырамыз, тоқымай. Тек мына 2 спицадағы 22 жіпті 11 қатар оң қылып тоқимын, екі жағында оң қылып тоқимыз. Он бір қатар тоқып алдық. Енді осы 22 жібімізді 3-ке бөлеміз. 3-ке бөлгенде жан жағынан 7, ортасын 8 қылып қалдырамыз. Солай қазір өкшесін шығарамыз, видеода көрсеткендей. Спицимізді 8 жіп қалды. Енді осы екеуін біріктіріп қысқартамыз. Сонда ортаңғы жіп 8 жіптен қысқартпай, тек жан жағынан ғана қысқартып отырамыз. Сонда жан жағындағы жіп азайып отырады да, ортасындағы 8 жіп қысқармау керек. Солай өкшесін шығарамыз. Мұнда да осы жерінен 8 жіпте қысқартамыз. Үш жағын
теріс жағын теріс қылып қысқартамыз, оң жағын оң қылып қысқартамыз. Сонда бұлай әдемі болып түсу керек сыртынан, оң жағынан. Сонымен ортасындағы 8 жіп қалғанша жан жағынан қысқарта береміз. Солай тоқымамызды жалғастырамыз. Міне жан жағындағы жіптердің бәрін қысқартып болдық. Спициямызда 8 жіп қалды. Енді осыны сыртынан 10 қылып тоқимыз да жанынан 7 жіп теріп аламыз. Видеода көрсеткендей 7 жіп теріп аламыз сыртынан. Мына алдында қалдырған 10 жіпімізді 10 қылып тоқимыз. Солай екінші шетінен де жанынан 7 жіп қосып аламыз. Солай барлығын айландырып 6 қатар 10 қылып тоқимыз. Алты қатар тоқып алдық. Енді сары жіпті қосамыз. Ол үшін табанынан қосамыз, өйткені көрінбей, жәнегі келесі жіпке өткен жеріміз көрінбес үшін
сары жіпті былай қосамыз. Екеуін ұшын көп жіпті кесеміз да, екеуінің ұшын байлап қоямыз, өйткені байламаса мына жерден тесік сияқты көрініп тұрады, сондықтан екі жіпті бір байлаймыз. Осылай сары жіппен оң қатар тоқимыз. Оң қатар тоқып алдық. Енді осы табаннан қара жіп қосамыз. Мына жерден қара жіпті қосамыз. Мына жерден сары жіпті кесіп тастамаймыз, өйткені үш қатардан кейін тағы сары жіппен жалғастырамыз. Сондықтан кеспейміз, тек байлап қоямыз. Тағы да тесік болып қалмас үшін. Артық жіптің бәрін кесіп тастамаймыз. Тек соңында бәрін тығып өткізіп, содан кейін бірақ кесеміз. Өйткені сөгіліп кетуі мүмкін. Енді осылай үш қатар қара жіппен тоқып шығамыз. Қажетті үш қатарымыз тоқып алдық. Енді мына қара жіпті кесіп тастаймыз да, сары жібімізбен 5 қатар жалғастырамыз. Бес қатар тоқып алдық. Енді носкидің бас жағын жабатын боламыз. Ол үшін екіге бөліп аламыз, тура ортасынан үстіңгі жағы мен табанын. Бірінші жіпті былай тоқимыз, екінші, үшінші жіпті былай аударамыз да оң қылып тоқимыз. Қалғандарын бәрін оң қылып тоқимыз да тек соңғы жіпте қысқартамыз. Енді мына екі жіпті былай оң қылып қысқартамыз, бұны аудармаймыз, осылай қысқартамыз. Мына жіпті
қысқартпай 10 қылып тоқимыз. Табанында бірінші жіпті тоқып, екінші, үшінші жіпті былай аударамыз. Екінші спициядағы жіпті де солай қысқартамыз. Табанның екінші спициясын тура солай қысқартамыз, былай аудармай. Соңғы жібін жай тоқимыз. Ал келесі қатарда ештеңе қысқартпай барлығын 10 қылып тоқимыз. Одан кейін қатарды қысқартамыз. Солай кезек-кезекпен енді 2 рет қысқартамыз. Спициямызда 20 жіп қалды. Енді әр қатарда қысқартып отырамыз. Солай 2 қатарында да қысқартамыз. Спициямызда 12 жіп қалғанша. Екі спициямызда да 6 жіптен қалды. Енді кішкене жібімізді ұзынырақ қып кесемізді инеге сабақтап, былай видеодағыдай ұшын жабамыз. Носкиміздің бас жағын жауып алдық. Енді мына иненің жібімізді тартып, артық жіптерімізді тығамыз. Енді кезекте ерінін тігетін боламыз, аузын тігеміз. Артық жіптерімізді былай ішкі жағынан кіргіземізді. Былай тығып, сөгіліп кетпейтіндей кесеміз. Носкиіміз дайын болды. Енді көздерін кілелейтін боламыз қазір. Ол үшін мен алдын ала фетрді кесіп дайындап алдым. Клей пистолетімізді қыздырып, бұлай видеодағыдай жабыстырамыз.
носкиіміз дайын болды. Енді балаларыңыздың көңілінен шығады деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса, тағы түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Ал егер де менің сабақтарым ұнап жатса, лайк қойып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше.